абай қай жерде болуға тиіс? Маған қатысы жоқ. Абай сол иманда, абай сол жүректе, абай сол жаңағы ішкі рухани әлемде. Университетте оқып жүрген кезде де жан-жақтан қысым тудырған болатын. Жай ақыл емес, ол нұрлы ақыл. Отбасыдан деп айтқым келеді. Парламенттік жүйені сәл-сәл болса да өзгеріске ұшыратып, бағана басында Бар ма бір үлгі тұтатын адам? менің әкем бар, әкемнің қалтасында ақшасы бар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің кезекті подкастымыз. Бүгінгі подкастымыздың жалпы тақырыбы адал азамат бүгінгі күннің қажеті және абайдың аманаты деген тақырыпта болмақ. Бүгінгі подкастымызда бізде мектебіміздегі білім беру жүйесінің эко жүйесі деуге болады қонақта. Ұстаз, түлек және қазіргі уақыттағы білім алушы, мектеп директоры. Міне осы бүгін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұсынысымен қабылданған адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасын абайдың толық адам концепциясымен байланыстыру, осы тақырыпта ой қозғайтын боламыз. Ендеше жалпы қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Бұлар әдеби клубының төрағасы және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын Ораз Абай келіп отыр. Және біздің мектебіміздің 2024 жылғы түлегі, алтын белгі иегері, қазіргі уақытта Алматы қаласындағы Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курсын тамамдап, екінші курсқа қадам басып отырған біздің түлегіміз Байғалиева Балжан келіп отыр. Және біздің маңдай алды оқушыларымыздың бірі, алтын белгіге үміткер, бетке ұстар оқушыларымыздың бірі Жаналинов Нұрасыл бүгін қонақта. Қазір енді бізде ата-аналар комитеті, яғни қамқоршылық кеңестің төрағасы Тембаев Сабыржан мырза да қосылатын болады. Тіреуші 5 жүйе мықты болатын болса, мектеп алға қарай дамиды деген ойдамыз. Енді бірінші Абай мұғалім, өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы Абайдың толық адам философиясын өмірлік ұстаным ретінде балаларға үйретуде, бағыт-бағдар беруде, өз тәжірибеңізге сүйене отырып, жалпы қалай қолданып жатырсыз? Адал азаматпен ұштаса ма деген, енді өздеріңіздің ойларыңызды осы тақырыпта бөлісе тұрсаңыздар. Жақсы, рахмет. Қуаныштымыз эфирге қосылып, осындай бүгін мынау жалпы Абайдың 180 жылдығына орай республика түкпірінде ЮНЕСКО көлемінде тойланады деп осы хабар тарағаннан бері жақсы іс-шаралардың басқасында жүрміз. Біздің енді мектебіміздің де өзі миссиясында мынандай бағыт бар ғой, ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, өзін-өзі дамыта алатын зияткер тұлға даярлау деген. Бұл зияткер тұлға деген кім өзі? Біз мысалға осыған тоқталайық. Зияткер тұлға дегеніміз бұл кітаптың бетін ашқан, зиялы қауым өкілдерінің ізін басқан ұрпақ. Сондықтан да бұл жерде бірінші кезекте бізге тәрбиемен қатар білімнің екеуінің тепе-теңдігі сақталу қажет. Және де Абай атындағы мектеп дегенді салмақты түрде қайта-қайта есімізге және алдымызда отырған шәкіртке түсіруіміз керек. Бұл Абайдың салған сара жолы. Біз осының ізімен жүруіміз керек. Біз осы жолдан тайқып шығып кетпеуіміз керек, қиыс кетіп қалмауымыз керек деген нәрсені қай сабақта болса да осыны ұғындырып отыру біздің парызымыз деп есептеймін өз басым. Кез келген мұғалімнің алдында отырған бала, ол мұғалімнің жасап отырған шаруасынан, оның жүріс-тұрысынан, оның сөзінен осы Абайдың айтқан сөзінің бірде-бір элементін байқап қалуға тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да бұл Абайдың айтқан ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек деген осы бір ұғымды физика мұғалімінен де, математика мұғалімінен де, дене шынықтыру пәні мұғалімінен де, еңбекке баулу пәні мұғалімінен де осыны кез келген бала, алдында отырған оқушы, осыны мұғалім оқушыға жаса демей, өзі бірінші осыған қарай қадам басуды ниет қылу керек деп есептеймін. Президент неге әр облыста бір Абай мектебін ашуды көздеп отыр? Мысалы үшін қазіргі балалардың дені техникалық пәндерді жақсы көреді. Бірақ осыған қарамастан ағысқа қарсы жүзіп, әр облыста бір Абай мектебін ашудың астарында үлкен сыр жатыр деген сөз. Қазір байқап қарасаңыз, білім бар, бірақ тәрбие осалдау болып тұр қай мектепте де. Бұл
біздің ғана емес, жалпы қоғамда резонанс тудырып тұрған үлкен қауіпті жағдай, дерт деп айтуға болады, дендеп келе жатқан. Сондықтан да осы бір тұста президенттің өте бір үлкен ұтқыр шешімінің біреуі Абай мектебінің ашылуы деген нәрсені жақсы әкеліп, осы жоспарға қойды деп ойлаймын өз басым. Сондықтан да біздің мынау адал адам тәрбиелейміз, адал ұрпақтың бізге керектігі, өтірік айтпайтын, ұрлық қарлыққа бармайтын осындай бір ұрпақты тәрбиелеу, бұл біздің бірінші борышымыз, мұғалім ретіндегі адам қылып тәрбиелеу. Баяғыда еті менікі, сүйегі сіздікі деп әлгі шәкірттің ұстазға тапсырып кетуі, содан қалған осы мына білім жолында келе жатқан саналы адамдардың негізгі шаруасы алдына келген ақмақты адам қылып шығару. Бұл үлкен бір осы Абайдың концепциясына сүйене отырып жасауының бірден бір жолы. Шайдан алып отырыңыздар, мектептегі шаруаның бірі осы деп есептеймін өз басым. Рахмет. Енді бұл жерде мынандай ғой, мысалы Абай мұғалімнің айтқысы келген ойы, менің түйіні сөзбен емес, іспен көрсету. Іспен дәлелдеу. Іспен дәлелдеу, жалпы енді бұл жағдайда кез келген, тек қазақ тілі мен әдебиет пән мұғаліміне ғана артылып қойған жүк емес, жауапкершілік емес, кез келген пән мұғалімі осы Абайдың шығармашылығымен сумен сусындап, соны өң бойынан өзінен көрсететін болса, ол әрине нұр үстіне нұр болар еді. Яғни қазіргі бала ол естігенді емес, көргенді көбірек қабылдайды. Сондықтан сол ұстаздың да бойынан осындай Абайдың толық адам концепциясы көрініс табу керек, қажет деп есептейміз. Дұрыс айтасыз, жаңа президентіміз бұл жайдан жай бұл адал азамат тәрбие бағдарламасын ұсынған жоқ. Себебі бүгінгі күнде тәрбие ақсап жатқан ол ақиқат. Себебі біз білім деп білімді басты назарға қойып, тәрбиені жоғалтып ала жаздадық. Енді соны кеш қалмай тұрғанда қолға алу қажет. Ұлттық құндылықтарымыз арқылы тәрбиелеу, ол бүгінгі күннің басты парызы. Енді осы орайда жалпы Балжан, өзіңді мынау Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетте оқып жатырсың, мектептен тәлім алдың. Мынау бүгінгі күнмен жалпы байланыстыра отырсаң, осы бағдарламамен таныстың ба, жалпы естуің бар ма? Енді біздің түлек деген ол біздің айнамыз, біздің брендіміз шығарып жатқан. Енді Балжан, өзің да бір-екі ауыз жалпы ойыңды бөліссең. Адал азамат концепциясына жүгінетін болсақ, қазіргі таңда өте өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймын. Адалдық, менің ойымша, ол тек қана адам бойындағы жақсы қасиет қана емес, ол менің тарапымда өмірлік ұстаным ретінде қабылдаймын. Университетте оқып жүрген кезде де көптеген жағдайлар болып жатады. Басқа қалада жүргендіктен ол жақтағы орта, қоғам әртүрлі болып жатады. Бірақ соған қарамастан мен өзімді екіжүзділікке, басқа адаммен басқаша сөйлесіп, келесі адаммен басқаша сөйлесіп деген тарапта қолданбаймын өзімді. Тек қана өзіме шынайы боламын, адал жолмен ғана адамдармен араласып жүремін. Және де бұның өзімен қоғамдағы ортамда да өте жақсы қасиеттердің бірі деп сенемін. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде, ұбт-ға дайындалып жүрген кездерде де көптеген ойлар жан-жақтан қысым тудырған болатын. Тіпті туғандардан да сұрақтар келеді, қандай мамандық таңдайсың? Өзімде де көптеген ойлар болды. Егер де мен грантқа түсе алмай қалсам, қандай жағдай болады? Ата-анамның үмітін ақтай аламын ба деген секілді. Бірақ сол кезде мен өзіме сұрақ қойдым. Мен осы жолы қандай адам боламын? Мен адал адам боламын ба? Өзімнің қалаған мамандығыма түсетін, немесе грант үшін аз баламен болса да қалама мамандыққа түсемін бе деген бір сұрақтар өзіме қойған болатынмын. Сол тұста да мен тек өзім адал жолын таңдадым. Қандай болмаса да мен адал жолмен, шынайы жолмен сабағымды оқып, қалаған мамандығыма түсу деген мақсат қойған болатынмын. Сол кезде де ата-анамның тарапынан айтылған сөздер болды. Адам екі нәрседен қателеспеу керек деп, мамандық таңдаудан және жар таңдаудан деп. Қандай мамандық таңдасаң да өзінің қалаған мамандығың болсын, қандай жағдай болса да біз сені оқытамыз деген айтқан болатын. Яғни отбасынан қолдау болды. Сол кезде мен өзімде бір кішкене бойымдағы қатып қалған бір сұрақтарды жібітіп, кішкене еркінсіп, өзімнің жаңағы сабағымды одан бетер жақсы оқып, қалаған мамандығыма түсу үшін дайындалған болатынмын. Қазіргі таңда да университетте көптеген профессорлар тапсырма беріп жатады.
мысалы бізде бір сабақ болады, Қазақстан Республикасының сыртқы саясат деген профессорлар тапсырма береді. Ол тапсырманы кейбір балалар 5 минуттың ішінде бірдеңе орындап қоя салады. Бірақ ол тапсырманы келесі сабаққа дейін беру керек болатын. Сол секілді кейбір адамдар қазіргі жасанды интеллект арқылы тез тапсыра салады. Ал бірақ мен сол кезде ойландым, келесі жолы бұл менің алдыма шығып қалса, мен ертең тез істегеннің кесірінен білмей қалуым мүмкін. Ертең алдымнан келсе тағы білмей отырып қаламын ба деген. Яғни өз өн бойынан өзің өткізу керексің. Иә, сондықтан да мен жаңағы кітапханаға барып, жаңағы сабақтың бүкілін толыққанды оқып жүретінмін. Және де сол ойым алдымнан шығып емтиханда келген болатын. Негізінде адалдық ол адалдықтың жолы ұзақ болуы мүмкін, бірақ дегенмен де ол өзіңді арманыңа, болашағыңа жетелейді. Яғни нәтиже береді. Иә, нәтиже береді. Өте керемет жауап, рахмет Балжан. Осындай түлектеріміздің барына қуанамыз біз. Себебі шында да адалдық жолы ол ардың жолы. Ардан аттап біз ешқайда кетпейміз. Шында да ұзақ жол болмаса да, бірақ ол әділдікке, бір адалдыққа апаратын жол деп есептейміз. Біз ары қарай жалғастырайық. Енді бізде жаңа Балжанның сөзіне бір ғана сөз қосқым келіп тұр. Балжан адалдық туралы әр айтқан сөйлемінде қайта адалдық деген сөзді қосып отыр. Мысалға Абайдың жаңа ОБТ тапсыратын кезде қорқыныш болды, ата-анам тарапынан, туыстар тарапынан бір қысым болды деген ұғым айтып жатыр ғой. Бұл дегеніміз енді шындап келгенде өзіңе ғана сен деген сөзге әкеп тіреп тұр. Абайдың айтқан өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен білімің екі жақтап деген осы. Сонда да грантқа түсем, болашағымды үлкен қаламен байланыстырам, болашағымды үлкен мамандықпен байланыстырам деген адамның бір ғана ұстанымы болу керек деп ойлаймын. Оның үстіне Абай атындағы мектепте оқығандықтан сол өзіңе ғана сен. Басқа телефонға да сенбе, жан жағында қаумалаған достардың айтқанына да сенбе. Бұрын оқуға түсіп кетіп, ойбай бүйту керек, сөйту керек деген жол көрсететін ақылдылар болады. Оларға да аса қатты сенудің қажеті жоқ. Өзіңе сен. Осыдан артық ешқандай ақыл жоқ деп ойлаймын. Балжан, солай ма? Дұрыс айтасыз, рахмет. Енді бізде қатарымызға қосылып отыр, жаңа айтып кеткен болатынмын. Бізде мектебіміздің қамқоршылық кеңесінің төрағасы, жалпы ата-ана комитеті, Тембаев Сабыржан Асхатұлы. Жалпы бүгін біз енді осы Абайдың ілімін, Абайдың толық адам ілімін қазіргі адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасымен байланыстыра отырып, осы тақырыпта ой қозғап жатырмыз. Біз кешегіні қопарған жақсы көреміз ғой, кешегі өткенді қопарып, сонымен салыстырып, кешегі ата жолымен мақтанып, енді кеңестік дәуірді айтып, кеңестік дәуірге дейінгі құрылған қазақтың қоғамының өсіп өркендеу жолын. Бірақ біз бүгінгі күнмен де санасып, есептесіп, бүгінгі күндегі адал азамат кім екенін білуіміз қажет негізі. Адал азамат, адал азаматша ол бір ғана жұмыс орында емес, жалпы қоғамдағы оның рөлі қандай. Еңкейіп, еңбек етіп, күнімен түнімен арықтағы шөпті жұлып, мысалы бағбан болып, күріш егіп, немесе 7 қат жер астында кенші болып, ешқандай омырауына медаль тақпаған адам мен үшін идеал мысалы. Мен үшін идеал. Адал адамды қалыптастыру тағы да бір үлкен физиологиялық тұрғыда ортасы. Орта қатты әсер етеді. Енді бала отбасындағын көрген істейді. Иә, дұрыс айтасыз. Жаңа да соны айтып жатырмыз біз. Негізі сөзбен емес, іспен. Иә, іспен. Біз ұяда не көрсе ұшқанда соны біледі дейді. Адал адам, адал азаматтың бет бейнесі қалай қалыптасады десе, отбасыдан деп айтқым келеді. Жақында ғана Мирас Асан деген ақын, белгілі ақын, оның басы болып беді деген мақаласы Фейсбукты шулатып жіберді. Сонда жаңа мақалада айтады, Абай шын мәнінде өзінің қара сөзінде, өлеңінде емес, Абай қайда дейді? Абай біздің иманымызда дейді. Абай біздің намысымызда дейді. Абай біздің жаңағы әдебиетімізде дейді. Абай біздің ішкі рухани жан дүниемізде деп осыны келтіреді да мысалға. Міне көрдіңіздер ме, жаңа Сабыржан ағаның айтып жатқан сөзі, мына оқушылардың айтып жатқан сөзінде Абай бұл біздің оқып жатқан кітаптың ішінде ғана емес қой. Иә. Абай біздің өн бойымызда болуға тиіс. Дұрыс айтасыз. Көрдіңіздер ме, сондықтан да қоғамның түзелуі, қоғамның жаңағы бір орынға келу. Абайдың біз 6-шы қара сөзінде де әлгі той ортақ, ас ортақ, ат ортақ деп келеді. Мысалға Абай сол кезде айтады, бірлік қандай елде болмақ керек деп таласқа тастайды да.
сонда жаңағы ақылға бірлік керек деген нәрсені айтады. Мына кісінің, сіздің, мына кісінің ойы бір жерден шыққан уақытта шаруаның нәтижесі оң болатындығы түсінікті. Сол кезде міне ақылға бірлік деген нәрсе, бір шаруаны бәрінің бірдей ойлап тұруы, содан нәтижені бірдей көруі. Мына кісі басқаша түсінетін болса, ол шаруаны, мына кісі басқаша түсінетін болса, бұның нәтижесі дұрыс болмайды. Біріңді қазақ, бірің дос. Көрмесең істің бәрі бос. Қазір ата-аналарда мынандай бір стереотиптік ой қалыптасып кетті. Біз баланы туамыз, материалдық жаңағы киім кешегін алып береміз, кигіземіз, ішкіземіз, тәрбие мектеп беруге тиіс деген осындай бір қасаң қағида пайда болды. Менің байқауым. Жоқ, ол дұрыс емес. Үйде тәрбие тал бесіктен деп тегіннен тегін айтпайды. Үйде оң солын танып келмеген бала ол мектепке келіп адам болып кетеді деген өз басыма аса қатты сене қоймаймын. Өлгі баспалдақ үйде басталуға тиіс. Бата беру, амандасу, тіпті сәлемдесудің өзін қазіргі уақытта бір әлгі таныған сабақ берген мұғалімге ғана сәлем беріп, қалғанына теріс айналып өтіп кететін оқушыларды көрген кезде ойланып қаласың. Сондықтан да ата-ана тарапынан бұл кезекте бірінші кезекте тіпті сәлем беруді, сәлемді қалай беру, әдебін ұғындырып, қазір өкініштісі әр үйде ата әже жоқ. Мен ойлаймын, өз басым сол жаңағы ата әже болған жерде меніңше сол тәрбиенің қайнар көзі содан басталады-ау. Тәрбиенің ақсап жатқан себебі осы тұс болса керекті деп ойлаймын, мысалы үшін. Сондықтан да жаңағы біздің айтып отырған абай қай жерде болуға тиіс? Абай сол иманда, абай сол жүректе, абай сол жаңағы ішкі біздің рухани әлемімізде жүруге тиіс еді. Осы нәрсені айтқым келген. Басқаны іздемей-ақ осы абайдың сөзімен тәрбиелесек те, одан кәдімгі жеткілікті нағыз азамат қалыптасады деген ойдамыз. Енді бізде ең жас буын ортамызда Нұрасыл. Нұрасыл да өзі көп ізденіп, осы тақырыпта жалпы үнемі менің кабинетіме келіп, мынандай жасайық, былай жасайық деген сияқты бір өзінің идеяларын ұсынады. Мектепті жақсартуға бағытталған. Сол қуантады мені. Нұрасыл, қош келдің. Енді сен жалпы өзің қазіргі уақытта жас буын өкілі ретінде Абай мектебінде оқып жатырсың. Жалпы Абайдың қандай сөзін өзіңе бір ұстаным ретінде алдың? Үлкен осы екі ауқымды тақырыпты өзімен байланыстырып, қоғамға қызмет ету деген. Екеуінде де бар, мысалы Абай да айтады, қоғамға қызмет ету жайлы. Осы жайында бір ой қозғасаң өзің? Әрине. Сәлеметсіздер ме? Сұхбатқа шақырып отқаныңыздарға көп рахмет. Абайдың 17-ші қара сөзіндегі осы үш адам қасиеті толық адам концепциясын толықтыратын, яғни нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат, осы менің өмірлік ұстаным ретінде. Абайдың айтқанымен өмірімді жақсартуға тырысамын. Енді бұл жерде ақыл, ол жай ақыл емес, ол нұрлы ақыл. Нұрлы ақыл, яғни жүрекке тәуелді, жүрекпен жүретін сондай ақыл. Абайды осы адал азамат концепциясымен мынандай байланыс көріп тұрмын. Яғни Абай ол сол 19 ғасырдың қоғам құрушысы, сол қоғамда осы үш негізгі қасиетті сіңіргісі келген. Ал қазіргі осы біздің мемлекет басшысы ұсынып отырған адал азамат концепциясы үлкен байланыс бар секілді. Адал азамат ол яғни қоғамға адалдықпен, әділеттілікпен пайдасы тиетіндей мәселені қалыптастырып отыр. Қазіргі мынау өзекті мәселелер осылар. Біз мынау әлеуметтік желіде отырамыз да, бірақ оның мәдениетін білмейміз. Қаржылық сауаттылықтың кесірінен, жоқтықтың кесірінен алаяқтарға алданып қалып жатқандар қаншама. Осының барлығын адал азамат концепциясында көрініс табады. Және оны біз Абайдан да бөліп қарастыра алмаймыз. Абайда да ол көрініс табады. Яғни өз заманы Абайдың айтып кеткен сөздерінің барлығы бүгінгі күнде өзекті. Өзектілігін ол жоғалтқан жоқ ешқандай да. Сондықтан да осымен ұштастыра байланыстыру біздің мектебіміз Абай мектебі болғаннан кейін бұл біздің міндетіміз деп білемін. Сондықтан бүгін осы тақырыпта да сол үшін ой қозғап отырмыз. Енді жалпы сіздер үшін мен бір ауыз сөз естігім келеді. Адал азамат деген сіз үшін кім? Сабыржан мырза. Жастар бастасын. Жастар.
Адал азамат, сабыр жаңағы айта кеткенде, Құдайдан қорқатын адам және де өзінің ар намысынан қорқатын адам деп ойлаймын. Яғни ол ешкімге арамдық ойламай, тек шын ниетпен ғана жан-жағына, қоғамға қызмет ететін адам деп ойлаймын. Жақсы, өте рахмет. Сіздер? Енді мысалға жаңа саясатқа қызығатын бала бар ма дегеннен мынандай есіме түсіп отыр. Мысалға біздің мектепте парламент жұмыс істейді. Мектептің ішіндегі парламенттік жүйені сәл-сәл болса да өзгеріске ұшыратып, біреуің президентсің, біреуің жаңағы мәдениетке жауап бересің, біреуің еңбекке жауап бересің, біреуің қоғамға жауап бересің, біреуің спортқа жауап бересің деген сияқты бөліп тастадық. Енді осы жерде адалдық деген нәрсені іздеу керек. Бұл жерде кресло емес мәселе. Сен президент болдың, креслоға отырып алып, бәріне бұйрық беру сенің шаруаң емес. Бұл жерде жұмысты үйлестіре білуде. Және осы жерде адалдық деген нәрсенің көрінісі табады. Таныс, мынау менің досым, мынау менің бәлелім дүгенім емес, еңбекке араласатын кімнің қолынан келеді жұмыс, осыған қарай жұмысқа икемдеу деген нәрсені. Адалдық деген өзі 3-4 адамның ішінен біліне қояды бірден. Мысалға мен президент болдым, қалғаны менің қарамағымдағылар, бірақ мен жұмысты қалай бөліп беріп отырмын? Тең бөліп беріп отырмын ба? Әлде 70%-ді өзім досыма беріп отыр, 30%-ды мынаған ғана бере салып, анаған арзан атақты бере салу деген нәрсе менің ойымда тұр ма? Адалдық деген ішкі жан дүниеңде жатқан нәрсе. Сондықтан да бұл жердегі мектеп жасындағы балалар алдағы уақытта саясатқа араласам, алдағы уақытта қоғамның шаруасына араласам деген адам адалдық деген сол мектептен басталуға тиіс. Менің осы жасап жүрген шаруамда бір адалдықтың бір ұшқыны бар ма өзі? Әлде мен істеп жүрген мынау қиыс нәрсе ме деген сияқты көрінеді. Сондықтан да адалдық деген осындай бір жұмыстан көрініс табады. Мектепке келгеннен кейін ол жерде жатқан қоқысты көтере салу, жерде құлап жатқан киімді көтере салу, аяғының астында жатқан мысалға туды да көтермейтіндер бар. Мысалы біз патриоттық деген нәрсені айтамыз, сынып сағатын өткіземіз. Популизм, сөзбен жарқыратып, бірақ іспен көрсетіп, әлеуметтік желіге салуға даяр тұрамыз. Бірақ мәселе осы біздің мектептің ішіндегі осындай бір сынап көретін балаларды, осылар не істейді екен деген сияқты осындай бір нәрселерді қалыптастыру керек деп ойлаймын. Жерге туды тастай салып, осы қайсысы көтереді екен деген сияқты. Сол көтеретін баланы көтеруіміз керек. Мынау сияқты болу керек деп, үлгі болу керек деген сияқты. Сонда адалдық деген қайда жатыр? Мыңның ішіндегі біреуінен табылып жатса, сол үлгі болып жатса басқаға, адалдық деген соның ішінен іздеп қарауға болады деп ойлаймын басын. Ода жасандылық болмау керек, ол ішкі бір жан дүниеден, өзіңнің тәрбиеден бәрінен көрініп, көзге көрініп тұрған нәрсе. Жақсылықтың үлкен кішісі жоқ негізі. Жасаған кезде адам, мысалы мен ылғи барлық ұстаздар үйрететін шығар солай. Өзім солай ойлаймын, соған сенімдімін. Яғни, мысалы жатқан қоқысты жаңағыдай көтере салу, амандасу. Ол қарапайым нәрселер болғанмен, бірақ көзге түрпідей көрініп тұратын нәрселер. Нұрасыл, сенің ойынша қысқа адал азамат? Адал азамат, ол яғни өз-өзіне жауап бере алатын, адал еңбек жасайтын. Қазіргі кезде осы 2025 жыл бір жағынан еңбек азаматтың жылы деп қабылданған болатын. Сол деп ойлаймын, адал еңбек жасап, өзінің ата-ананың үмітін ақтап, аманатты жерде қалдырмай деген сияқты. Яғни адал еңбегімен ешкімнің ақысын жемей, пара алмай, жемқорлыққа бармай, өзіңнің түзу жолыңмен жүру, ол сен үшін нағыз адал азамат. Керемет, рахмет. Сабыржан мырза, сіз үшін? Подкасттың ең бірінші кездесу басында айтқаным, Құдайдан қорқып, өз-өзінен ұялып, осы жерді мығым ұстау керек деп ойлаймын. Мығым ұстау керек. Өйткені сенің артында отбасың бар. Саған қарайды, саған еліктейді, сендей болғысы келеді. Сол сенім жоғалтпау ғой бұл. Бір уақытта кез келген балаға, кез келген оқушыға еңбексіз ештеңе жоқ деген нәрсені түсіндіруіміз керек. Біз еңбек бәрін жинайды. Еңбек болмаған жерде сен ешқандай нәтижеге қол жеткізбейсің деген нәрсені біз қайта айтуымыз керек деп ойлаймын. Себебі қазір мынандай бір түсінік қалыптасып кетті. Менің әлгі танысым бар, тамырым бар, менің әкем бар, әкемнің қалтасында ақшасы бар деген сияқты осындай бір балалар қаптап кетті. Қолында айфон, әке-шешесі мықты джиппен әкеп тастайды мектепке. Мен соларға сеніп отырмын, арқасүйім. Жарайды, бүгін әкең көмектесер, ертең шешең көмектесер, бірақ түптің түбінде сен еңбегің болмаған жағдайда қоғамға сүйкімсіз боласың.
Сондықтан да біз әкем банкир екен, шешем бастық екен деп талтаңдап кетпей, тайраңдап кетпей, адалдық деген нәрсе, осы бір қарапайымдылық деген нәрседе жатыр деп ойлаймын. Сондықтан да біз мектеп оқушысы сияқты өзінің статусында жүруге тиіс, мұғалім сияқты өзінің статусынан түспеуге тиіс деп ойлаймын. Сондай. Сондықтан да жаңағы еңбексіз ештеңе жоқ деген нәрсені өзі Абай айтады, әлгі еңбек анау есекті артын жүзіңді қыл дегенде осы күліп айтамыз ғой, бірақ есекті еңбектің әлгі үлкен кішісі жоқ. Бұл бала кезден бастап миға құйған осы еңбексіз ештеңе жоқ деген нәрсені бала өзіне де ұстаным ретінде қалыптастыру керек. Абаймен толықтырып жіберейінші мен де бір ойыңызды. Анау еңбек еткен адамға бақыт басын ет деген қазақта керемет сөз бар ғой, негізі еңбек еткен адамға бақыт басын ет дейді. Иә, Тоқаевтың еңбек адамдарын көтеріп отыруы да негізі үлкен бір баға деп есептеймін еңбек адамдарына деген. Бұл бағдарлама өзінің жемісін берді. Бұлмен тоқтап қалмау керек. Бұл жастар еңбек етіп жатырық деп қазір әркім өз перспективасын ойлайды ғой. Енді өмір бойы шақнасып жүре бермейді ғой олар. Білім алады, ары қарай көтеріледі дегендей. Ендігі келетін жаңа буынның көзқарасы еңбекке басқаша болады. Олар басқаша. Өйткені жасанды интеллект басып келе жатыр қазір. Қоғамның көзқарасы өзгерді. Қазір оянды қоғам. Оянды қоғам. Қазір барып баяғыдай МММ сияқты жеңіл сөзбен, оймен қоғамның бетін өзіне қарай бұрып алып кету қазір оңай емес. Қоғам қазір сауатты. Қоғам сауатты қазір. Серпіліс бар. Серпіліс бар. Енді осы серпіліспен біз жаңа Қазақстанның қоғамдық ортақ қалыптастырып, енді мақсатымыз не болса да өскелең ұрпақпен дәстүр сабақтастығын жоғалтып алмау ғой. Қорытындылайық. Жалпы ойымызды өте бір тұшымды әңгімелер айтылды, ой пікірлерді естідік, жастардың, үлкен буынның, аға буынның жалпы ойы бір жерден шықты деген ойдамын. Барлықтарыңыздың жалпы адал азамат бүгінгі қоғамның айнасы. Сондықтан да әр адам өзі адал жолмен жүріп, адал жолмен тұратын болса, біздің әділетті Қазақстан деп жатырмыз ғой, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Міне соны құруда шынында да жастардың қазіргі білімі де, тәжірибесі де, тәрбиесі де бәрі де жетеді. Тек соған бір ынта жігер керек, еңбек керек, жаңа айтып жатырсыздар. Соның барлығы бір жерден ұштасып жатса, Абай атамыз айтпақшы, сол ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстап, сол үшеуін жалпы жүрекке бағындырып, жаңа Нұрасыл да жақсы айтып жатыр. Жай ақыл емес, ол нұрлы ақыл. Сондықтан міне осыны жүрекке бағындырып, нағыз елім дейтін, жерім дейтін ұлт қалыптасып, ол ұлт болды да, әрі қарай жалғаса да береді. Тек соған шыдамдылық керек шығар. Барлықтарыңызға рахмет. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Студентіміз бар, жақсы білім алып, оқуда озат болып, өзіңізде бір кірпіш болып қаланып, Абай атамыз айтпақшы, өмірде өз жолыңызды табыңыздар. Ал Абай мұғалім, сізде ұрпақ тәрбиелеуде үлкен жұмыс жасап жатырсыз, ақын шәкірттерді тәрбиелеп жатырсыз. Ол да бір жаңағы сізге қызығып, сізге бой түзейтін шәкірттер өте көп. Сол сізден үлгі ала берсін, сол үлгі болып жүре беріңіз. Сабыржан мырза, сізге де көп рахмет айтамыз. Уақытыңызды бөліп, жұмыстан сұранып міне келіп жатырсыз. Көп рахмет. Сіздің осы жалпы бүгінгі мынау біздің подкастта не көрсеткіміз келді? Ол ата-ана, ұстаз, мектеп, бала, шәкіртіміз, түлек. Себебі ол түлек ертең келешек маман, өзінің оқыған жеріне, өзінің туған жеріне қызмет етсін деген ниетпен осы түлектермен байланысымызды үзген жоқпыз, әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Енді міне ол шәкірт те біздің келешек Алла қаласа 11 бітіреді. Нұрасыл, саған да үлкен жетістіктерге жетуіңе тілектеспіз. Адалдық жолы, ол ардың жолы. Осы жолмен жүрейік барлығымызда. Тыңдармандарға, барлықтарыңызға көп рахмет айтамыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс. Рахмет.